Сидат Инжиге ұсыныс жасап, ол амалсыздан келіседі. Бұл жаңалық Сидатты қатты қуантады. Экбер Алимен бірге кофе ішіп отырып, оған үлкен қайық ресторан сатып алғанын айтады. Ол бұл қайықты серуендік казиноға айналдыруды жоспарлап жүргенін, бірақ қаржысы жеткіліксіз екенін айтып, сенімді серіктес ретінде Алиге ұсыныс жасайды. Али алдымен ойланып қалады, бірақ жұмыссыз отырғанша теңіз жағасында жұмыс істеген жақсырақ деп шешіп, Экбердің ұсынысын қабылдайды. Экбер оған банктен несие алуды ұсынады, және бұл үшін банкте жұмыс істейтін Каролинге жүгінуге кеңес береді. Каролин несие алу үшін кепілге Жәмиле тұрып жатқан үйді қою керектігін айтады. Али бұл ұсынысқа ұзақ ойланады, бірақ ақыры келісімін береді. Али Экбер мен Каролиннің алаяқ екенін қайдан білсін? Түнде Айлин Санердің берген келісім шартын оқымақ болады, бірақ Жәмиленің келіп қалғанын байқап, қағазды қоқысқа тастайды. Таңертең Жәмилеге белгісіз бір компанияның курьері келіп, директор Мұстафаның оны кездесуге шақырғанын айтады. Жәмиле таңырқап, кездесудің себебін сұрайды. Курьер оған жұмысқа байланысты екенін жеткізіп, мекен-жайы жазылған визитка беріп кетіп қалады. Жәмиле бейтаныс адамның шақыртуынан күмәнданып, баруға екі ойлы болады. Бірақ жұмыс табылса жақсы болар еді деп Беринге айтады. Осы кезде Берин анасымен бірге сол кеңсеге барып, жағдайды анықтауды ұсынады. Жәмиле бұл ойды құптайды. Кездесуде Мұстафа оны жылы қарсы алып, компания жаңа трикотаж цехын ашып жатқанын, және сол жерге жұмысшылар қажет екенін түсіндіреді. Жәмиле бұл салада тәжірибесі жоқ екенін айтса да, Мұстафа оған арнайы мамандар үйрететінін жеткізеді. Жәмиле бұл жұмысты Али ұйымдастырды ма деп сұрайды, бірақ Мұстафа оған мүлде басқа адамның, яғни Хикмет Карджидің көмектескенін айтады. Кеңседен шыққан Жәмиле Хикмет Карджидің кім екенін және оның не себепті өзіне көмектескенін ойлап таңырқайды. Ал Берин анасын құттықтап, жұмыс табылғанына қуанады. Али мен Экбер теңіз маңындағы қайықты көруге барады. Экбер бұл қайықты сатып алдым деп айтқанымен, шын мәнінде оны жалға алған еді. Бірақ Али бұл туралы білмейді. Осы уақытта Берин Ахметтің жаңа үйіне барады. Есікті ашқан Аминадан ол Ахметті қаншалықты жақсы көретінін және оны бақытты ету үшін одан бас тартуға дайын ба екенін сұрайды. Сөйтіп кетіп бара жатқанда кенеттен полиция қызметкерлері келіп, Аминаны тұтқындап алып кетеді. Үйіне келе жатқан Ахмет пен Джингиз полицияның Аминаны әкетіп бара жатқанын көріп, абыржып қалады. Джингиз Бериннің жанына келіп, бұл жерге не үшін келгенін сұрайды. Аминаны полицияға өзі тапсырды деп күдіктенеді. Бірақ Берин мұның өз ісі емес екенін айтып, ашуланып кетіп қалады. Кешке Жәмиле үй ішін реттеп, Айлинге құда түсуге келе жатқан қонақтарды күтеді. Сол уақытта Али де үйге келген еді. Жәмиле қоқысты сыртқа шығарып тастамақ болғанда, даладағы қоқыс ішінде бір келісім шарттың жатқанын байқап қалады. Үйге кіріп бөлмесінде отырып, оны оқиды да көңіл күйі түсіп кетеді. Осы кезде олардың үйіне Санер мен Мұрат Айлинге құда түсуге үйіне келіп қалады. Барлығы Мұраттың жағдайын көріп, таңырқап қалады, себебі Айлин бұл туралы отбасына айтпаған еді. Али Санерден мән-жайды сұрайды. Санер ірі акционерлік холдингтің басшысы болғандықтан, Али оны байсалды түрде қабылдайды. Бірнеше уақыттан кейін қонақтар үйден шығып бара жатқанда, Жәмиле Санерге қалуын сұрап, маңызды бір нәрсе айтатынын жеткізеді. Жәмиле оған келісімшартты көрсетеді. Айлин мұны көріп, аң-таң болады. Али Жәмиленің қолындағы құжаттың не екенін сұрап алып қарайды. Жәмиле оның Айлин мен Санер арасында жасалған дүние-мүлік келісім шарты екенін, бірақ Мұрат қайтыс болған жағдайда ғана күшіне енетінін айтады. Айлиннің анасы бұл құжатты қоқыстан тауып алғанын түсіндіреді. Санер оның жай ғана келісім екенін, Мұрат Айлинді қатты жақсы көргендіктен осындай шарт жасағанын түсіндіруге тырысады. Жәмиле Мұраттың бұл келісім туралы білетін-білмейтінін сұрайды. Санер үнсіз қалып, жоқ деп жауап береді. Жәмиле мұндай келісім шартпен қызын тұрмысқа бермейтінін кесіп айтады. Санер үнсіз кетіп қалады. Али мұндай дүние-мүлік келісім шарты Еуропада қалыпты жағдай екенін түсіндіруге тырысады. Алайда Жәмиле қызын зат сияқты көріп, оны мүлікке айырбастағысы келмейтінін айтып, бұл ұсынысты қабылдамайды. Ол Мұраттың ауруы кемшілік емес екенін айтып, егер Айлин шын сүйсе, анасына өзі келіп, шындықты айтар еді дейді. Жәмиле қызына айқайлап байлықтың бақыт әкелмейтінін айтып, бұл некеге болашақта өкінетінін айтады. Соңында ол Айлиннің тұрмысқа шығуына рұқсат бермейтінін қатаң түрде ескертеді.